Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Самал. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жер жаһанды өзінің қанық түсімен бүлдіріп жүретін біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейін 2000-шы мыңдарыншы жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Қызылша бұл шикі түрінде салаттар мен шырындарда жеуге немесе пісіруге және таңғы астан кешкі асқа дейінгі түрлі рецептерге қосуға болатын жан-жақты тамақ. Қызылша талшықтар мен өсімдік ақуыздарынан басқа магний, калий, мыс, темір, С дәрумені мен В тобындағы витаминдермен қамтамасыз етеді. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын, яғни ангинаны емдеуге болады. Ол үшін бір стакан қызылша шырынына бір ас қасық балды қосыңыз да, дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдары мен ішектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер етеді. Бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс шегіге, мешел ауруына, сүйек кеуектенуіне және балалар бойы өсуінің бұзылуына әкеліп соғады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қаназдықтың алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Қызылша шырынын күнде ішудің пайдасы қан қысымын қалыпқа келтіреді, төзімділікті арттырады, темір тапшылығы мен анемияны емдейді, теріні жақсартады, ас қорытуды жақсартады, токсиндерді шығарады. Сіздерге қызылша туралы ұсынған пайдалы мәліметтерім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.